2025 жылы мартта бөле жиен келін қыз барлығымыз Айрақтыға походқа шықтық. Маңғыстау облысы Ақтау қаласында Айрақты деген әдемі жер бар. Бұл көзбен көрген кезде вообще басқаша. Тас деген мына бір келіп картинканы іліп қойған сияқты әдемі көрінеді. Тау бар жан жағында. Бұл жерде бір өте қиын болғаны, туалетке шығуымыз өте қиын болды. Себебі тауға мініп, жоғарыға шығып туалетке шығайын десең, как будто бәрі сен көріп тұрғандай үстінде. Сол үшін ұзақ жүріп бір ямы сияқты жерден, тупиктеу жерден орын тауып, сол жерге барып туалетке шығып жүрдік. Вообще на будущем бір туалет жасап қою керек екен. Біздер деген барлығымыз ақша жинадық 10 000 теңгеден. Сосын 20 килограмм ет алдық, шашлик алдық, қарайған тамақ алдық. Сосын бала шағаның барлығын тастап кеттік. Себебі өзіміз қыдырып, арқайын демалуға бардық. Барлығымыз бір ауыздан жұмылып, дастархан жасадық. Бұл жерде мен көбіне мобилографтың жұмысын атқарып жүрдім. Суретке, видеоға түсіріп, менің жеңешелерім, аппақ жеңгелерім, жеңешелерім мені көбіне еркелетеді. Сен сөйлеп отыршы, сен видеоға түсіріп жүрсең болды, шаруаның бәрін солай тындыра берші деп. Бірақ ұят бар, намыс бар деген сияқты. Сонда да сол жерде көмектесіп, солай барымша пайдамды тигізуге тырысып жүрем. Суретте ақ футболкада жүрген бұл мен, как всегда. Кстати, богеманың фужерін алып бардым, оригинал. Апарарымды апарып, сындырып алмаңдар деп жүрдім. Но менің аппақ шалым шашликті өлтіреді енді пісірген кезде. Но менің қайыным мобилограф, известный Хикмет Тревелде. Но тоже менің қайыным туған. Акиматта жасайды, білдей начальник отдела. Но қайнағалар, короче, сондай күшті поход жасап келді.